Бауырым, бұл менің орным. Ой, кешіріңіз. Жарайды, ештеңе етпейді. Ақмақ. Кәне, жоғал мына жерден. Неге? Маған қарап сөйлеме, заттарыңды жинада, мына жерден қараңды батыр. Кәне, уақытымды алма. Бол. Ал сен отыр. Бизнесмен болам деген адам ең бірінші адам сыйлай білу керек. Бастамас бұрын сендерге бір сұрақ қояйын. Бизнес бастау жайлы кім не біледі? Сетевой маркетинг қой. Жақсы, сен де кете берсең болады. Не? Білмей бірден күйе жағатын, тырнақ астынан кір іздейтіндер бизнесмен бола алмайды. Окей, іске көшейік. Бір-біріміздің уақытымызды алмайық. Сондықтан қысқасы былай. Бизнестеріңді осы бизнес бастаумен бірге бастасаңдар, 2 айда бизнесмен боласыңдар. Түсінікті ме? Қайталаймын. 2 айдың ішінде айына 200 мыңнан 1 миллион теңгеге дейін табатын боласыңдар. Бірақ 1 миллион теңге табасыңдар ма? Таппайсыңдар ма? Мәселе онда емес. Мәселе миллионды неше рет табасыңдар? Мәселе сонда. Қалжың деп ойлайсыңдар ма? Қалжың емес. Бірақ ол үшін шырылдауық шегіртке емес, еңбекқор құмырсқа сияқты болу керек. Бизнес бастау оңай. 9 класстық білім болса да жетеді. Бизнес ракета құрастыру емес. 62 жастағы кемпір интернетпен бизнес жасап жатыр. Ал сендер жассыңдар. Миларың таза. Интернетпен бизнес жасауды тез үйреніп аласыңдар. Оның технологиясы өте қарапайым. 3 қадамнан тұрады. Біріншісі фотошоппен баннер жасау. Бұл күнкөріс көзі. Екіншісі сайт жасау. Бұл табыстың көзі. Үшіншісі SMM, КМС, RCA. Осыны үйреніп алсаңдар бітті. Байлықтың кілті қолдарыңда. Миллионер боласыңдар. Көбі бақыт ақшада емес, ақша қолдың кірі дейді. Ал егер ақшаң болмаса не істейсің? Ертең анаң ауырмай ма? Балаң ауырмай ма? Сол кезде ауруханаға барда, мына кісі менің анам еді, әлемдегі ең жақсы адам, тегін емдеп бересіз бе деп айтып көрші. Атаңның басы емдейді. Анаңды көз тірісінде санаторийға жібере алмасаң, балаңа жақсы киім, тамақ әпере алмасаң, жағдай жасай алмасаң, несіне өмір сүресің? Өмір сүрмей-ақ қой онда. Неге қазақ кедей, квартирант, өзге ұлтқа жалшы? Әр жексенбі сайын мен бизнес бастаумен бірге тауға шығам. Тауда да сол. Сорлы қазақ туфлимен, джинсимен шығып жүр. Басқалардың арқасында сноуборд, шаңғы, спорт формасы бар. Ал бізде ол жоқ. Кім кінәлі? Үкімет пе? Үкімет басқа ұлттарға басқа жағдай, қазақтарға басқа жағдай жасап жатқан жоқ қой. Мүмкіншілік бәріне бірдей. Қазіргі заманда бүкіл мүмкіншілік, ақша, болашақтың барлығы интернетте, интернет маркетингте. Бұл жүріп бар жатқан көш. Үлгермесеңдер сол баяғы шалғы орақпен шауып арбамен тасисыңдар. Үлгерсеңдер комбайнмен шауып машинамен тасисыңдар. Бүгінгі нәрсе ертең ескіріп қалады. Ешкім енді қайтадан машинені тастап атарбаға отырмайды. Комбайнды тастап орақпен ормайды. Солай ғой. Доллар қазір қанша? 308 бе? Ертең 400, 500 болса қайтесің? Қазір баяғыдай бутик ашу, базарда сауда жасау қалып барады. Сондықтан бос сөзді қойып, интернет маркетингті үйрену керек. Болашақ интернетте. Қыдыру, теледидар көру, Фейсбукта бос отыру, бәрін қою керек. Ал енді ойланыңдар. Өміріне еш өзгеріс енгізбей, сол баяғы жалқау қалпында қалам десеңдер, өздерің біліңдер. Бірақ өзіне де, өзгеге де пайдасын тигізетін мықты бизнесмен болам деушілерді бизнес бастауда күтем. Мен кеттім. Жақсылап ойланыңдар.